7 арнада Наурыз қысызғары тарап, мамырдың шуақты күнін тосқан телеарна ұжымы жыл басы Наурыз мейрамын атап өтті. Телевизия ғимарат маңынан қазақ ән күйі шалқып, әдетте студия жұмысымен әбігер болып жататын режиссерларда микрофонын ұстап, камерамен түсірілімде жүретін журналист пен операторларда ұлттық нақышта киінген ұжымның барлық мүшесі мерекелік шарада бас қосты. Ұжымды мерекемен 7 арнаның бас директоры Илхам Ибрагим құттықтады. Мерекелік кеште күш атасын көрсеткен ер азаматтар ерекшеленді, арқан тартып гір көтерді. Ұйымдастырушылар ұлттық тақырыпта телевизиялық қызметкерлерінің біліктілігін тексеретін логикалық ойындар ұсынды. Жиналғандар ыстық палау мен бауырсақтан дәм татты. Күннің райы жақсарсын деп күттік. Бүгін міне шуақты күнге Аллах тағала несібемізге ауа райы осында бұйырыпты. Біз кеш болсақ та тойлап жатырмыз. Қазақ айлап тойлайтын болған Наурызды. Сондықтан да баршаға осы бір биыл кірген жаңа жыл құтты болсын, ең бастысы бейбіт заман болсын.